Өзін-өзі жұмыс істеудің тағы да бір формасы бар. Көп адам сұрап жатады. Мынау тендерге қалай қатысу керек, госзакуп, шынымен де пайда бар ма деп жатады. Немесе кейбір адамдар бар, тендер десе ойбай жеңдер, немесе ол тендерді үлкен ақшамен ғана бастау керек, немесе таныс керек, шанс керек деп жататындар бар. Енді бар шығар, әрине миллион, миллиардтаған тұратын тендерді алу қиын, оның өзіндік тәжірибесі, өзіндік талаптарына толық сай болу керек. Десе де аз-аздан тендермен айналысуға болады. Менің қаншама таныстарым айналысады. Жоқ дегенде мысалға айына орта есеппен 400 мыңнан миллионға дейін табыс табатын азаматтар бар. Және де одан қорықпау керек. Өйткені көп адам жаңа айтқандай ғой, госзакуп KZ сайтына көбінесе көп тендерлардың бүкіл несі бар, перечень дейді ғой, қызметтері. Сол жерден алып, сол сайтқа кіріп көбірек ақпарат алсаңыздар болады. Десе де, тендермен айналысқыңыз келсе, бәрібірде сізде заңды түрде жұмыс істеу керексіз. Жеке кәсіпкер, яғни дара кәсіпкерлік ИП-мен де бастауға болады. Бұл қарапайым тілде айтқан кезде тендерге қатысу ол мемлекеттен ұсынылатын тапсырыстарға өтінім беру болып табылады. Мысалға, тауар жеткізіп бересіз, тауармен қамтамасыз етесіз дейтін сияқты. Ол жерде не сатуға ұсыныс болады? Госзакуптың ішіне кірсеңіз, барлығы бар, о тіпті дәретхана қағазына дейін мысалға қызметін көрсетуге болады. Офиске арналған техникалар, жиһаздар, азық-түлікке дейін бар, одан кейін медициналық тауарлар, не жоқ, барлығы бар. IT қызметтері бар, түрлі конкурстар бар, автокөлік, оның құрал жабдықтарына дейін бар. Бастысы сіз сол сайтқа кіріп, өзіңізге жақын саланы таңдау керек. Мысалға, мен бір айтайын, мен енді қалада өскен адаммын. Қалада өскеннен кейін маған бір ауыл шаруашылық өнімі, ауыл шаруашылық техникасына байланысты, немесе ауылдағы бір малдар жайлы айту маған қиын. Мен оны түсіне бермеймін де. Мысалға сол тендермен бір закуп шығатын болса, мысалға ауылдағы сиырлардың бруцеллез ауру бірдеңесі, мен оны түсінбеуім мүмкін. Түсінбей күйіп кетуім де мүмкін. Ал енді мен басқа сала, басқа қызметтерді көбірек түсінуім мүмкін. Көрдіңіз бе? Тура сол секілді әр адамның өзінің бір жақын саласы болады. Сол жақын салаңызға байланысты госзакуп gov.kz сайтына кіріп, былайша айтқанда соны толығымен қарап, саралап шықсаңыз болады. Бұл жерде жаңа айтқандай өзіңіздің бағыт бағдарыңызды табасыз, одан кейін енді ИП-мен бастай берсеңіз болады. ТО ашудан қиналсаңыз, ТО-ның отчетына қиналатын болсаңыз мысалға, және де соны ИП-ны тіркейсіз, немесе ТО-ны тіркейсіз, бірақ енді ИП-мен бастай беріңіз. Ең оңай жолы, қарапайым жолы сол. Одан кейін үшінші қадам, сол госзакуп gov.kz сайтына сіз электронды түрде тіркелесіз. Оған міндетті түрде сізде электронды цифрлы қолтаңба ЕЦП-іңіз болу керек. Одан кейін жеткізуші ретінде тіркелесіз, және де ИП, сол компанияның негізгі шот номері, қосымша сауалнамаларын толтырасыз, және де ұсынатын қызметіңізді немесе тауар санатын таңдайтын боласыз. Жаңа айтқандай, сіз неге жақынсыз? Азық-түлік, мүмкін жиһаз саласына, мүмкін техника, мүмкін темір-терсек деген секілді. Одан кейін төртінші қадам, порталдың ішіне кірген кезде поиск бар, міндетті түрде фильтр әрекеттері бар, өзіңіз таңдайсыз сол жерде. Одан кейін тапсырыс берушінің бүкіл талаптар жазылады. Мысалға, жай біздің компанияға мынандай блокнот керек болды. Блокноттың форматы қандай? А4 ма, А5 форматта ма мысалға, немесе одан да кішкентай А6 форматы ма дегендей, түсі қандай, ішіндегі беті қандай деп барлық нәрсесі көрсетілмесе, енді кейбір адамдар блокнот деп 3 беттік қана блокнот қағазда ол блокнот болып кетуі мүмкін мысалға. Тура сол секілді тапсырыс беруші өзіндік талаптарын қояды. Көрдіңіз ғой? Соған сәйкес жобамен бағада ұсынылады.
сөйтіп сол госзакуппен тендерге қатысудың бір әрекеттерін жасай аласыз. Одан кейін бесінші қадам сол жерде жаңа айтқандай коммерциялық ұсыныс, қандай баға ұсынып жатыр, иә. Одан кейін сол тауарға сертификат, лицензия керек па дейтіндей өзіндік қосымша талаптары болады. Енді мынандай қағаз жеткізуге, болмаса блокнотқа мен ойлаймын ешқандай арнайы сертификат, лицензия керек емес дейтіндей, иә. Кейде тәжірибені сұрап жатады, бірақ ол көбінесе міндетті емес. Одан кейін, егер сіз крупный жаңағы тендерға кіретін болсаңыз, әрине кепілдік сұрап жатады. Өйткені егер оны ұтқан жағдайда сізде шынымен де миллиондаған, мүмкін тіпті 100 миллион, 200 миллиондық ақша бар ма дейтіндей, ондай кепілдік сұрайды. Бірақ қазір бар, тіпті банктердің өзі де кепілдік бола алады. Егер де сіз өзіңіздің тендеріңізға, болмаса осы уақытқа дейін ИП-ТО-ның оборотына қарайды, сіздің тәжірибеңіз жыл өткен сайын сол банктерде көбірек ақшаға кепілдік бола бастайды. Енді ол қосымша бір жолы деп айтқаным ғой. Одан кейін келесі алгоритм бізде тендерді ұтып алып, тапсырыстарды орындау. Егер сіз ұсынған баға шынымен де тиімді болып, болмаса шарттары көңілден шығып, жеңімпаз болсаңыз, онда сіз сол келісім шартқа қол қойғаннан кейін сол жерде жазылады, неше күнде орындау керек, неше күнде тапсырманы жасайды дейтіндей, соның барлығын қызмет көрсеткеннен кейін барып ақшасын аласыз. Оғанға дейін сіз мына жерде өзіңіздің ақшаңызбен, өзіңіздің активтеріңізді пайдалануға тура келеді. Одан кейін сол бірінші тендерді сәтті орындағаннан кейін көлемді сатып алуға қатысуға тырысыңыз. Мен айтпаймын, тендерден бірден мен қатыстым, тіпті сіз бір тендерден орташа есеппен тіпті өзіңізде 50 мың теңге қалса да, ол бастапқы кезекте плюс деп айтатын едім. Өйткені сіз бір айда жоқ дегенде 5 тендерді ұтып алып, 50 мың теңге қалса қолыңызда, 5 жерде 50, 250 мың теңге сіз плюстесіз. Қазақта осыған қатысты бір сөз айтады, көп асайым деп боқ асайтындар бар. Енді ол қазақтың сөзі, ренжімеңіздер, бірақ шынымен де елдер бірден сайтқа кіретте, бірден миллион пайдаға кеңелгісі келеді, бірден 10 миллион тапқысы келеді. Жоқ, мәселе ондай емес. Барлығы аз-аздан жай-жаймен көтерілу болады, осыны айтқым келеді. Одан кейін команда құру керек, аясын кеңейту керек сізге. Мысалға тек қана Астананың госзакупы, болмаса Алматы емес, Қазақстан бойынша сізге жұмыс істеуге үлкен мүмкіндік, сондай мүмкіндіктерді пайдалану керек. Одан кейін қазір кезде YouTube-та тендерді оқытатын түрлі мамандар бар, тегін сабақтары бар, ақылы сабақтары бар. Енді бірден ақылы сабақтарын алыңыз демеймін, себебі енді олардың да сабақтары орта есеппен 250, нарықта 300 мың, кейбіреу 500 мыңға дейін барады. Оған төлегенше өзіңіз ізденіп, өзіңіз тегін сабақтарға қатыссаңыз болады. Тіпті арнайы жаңағы госзакуптың ішінде де нұсқаулығы бар, не істеу керек, қалай істеу керек дейтіндей. Одан бөлек тендеры РК, госзакуп.kz дейтін телеграм каналдар бар, сіздерге бағдар беріп отыратын. Бұның барлық айналып келгенде сіздің қаржылық сауатыңызды ашады, сіздің қаржылық деңгейіңізді көтереді, тұрмысыңызды көтереді. Жаңа айтқандай консалтинг компаниялары да бар. Енді ол барлығы ақылы, бірақ бірінші кезекте тегін сайттарды көбірек оқыңыз. YouTube-дағы тегін подкасттарды көбірек тыңдаңыз. Осы тендер саласына айналысып жүрген мамандардан, тәжірибелі мамандардың сұхбатын көбірек көрсеңіз, сіз көбірек ақпарат жинайсыз. Енді бұл сабақты, бұл видеоны қорытындылай келе, мемлекеттік сатып алуға қатысудың жүйесін түсініп алсаңыз, қосымша жақсы ақша табу мүмкіндігі де бар. Ең бастысы құжаттар. Бұл жерде көп адам бізде сол салығын уақытымен төлемей жатады, немесе срогынан кешігіп жатады, немесе документ деген нәрсеге бейжай қарап жатады. Егер сіз бар сондай адамдар, енді менде де кейде болады, барлығы идеальный емес қой енді. Мысалға, кейбір шұқма қағаздарға менде нервім шыдамайды. Бірақ мен өзім білетін адамдарға, көмекші балаларға ол нәрсені жасатам, олар өздері жасайды мысалға.
тура сол секілді сізде ешқандай құжаттан бейхабар адам болсаңыз, онда қасыңызға көмекші алып, толығымен былайша айтқанда бухгалтерлік қызметтерді ұсынатын маманды алсаңыз болады. Ештеңе қорқатын дүниесі жоқ. 1000 қадамдық жол бір қадамнан басталады. Бастысы әрекет етіңіз, және де осы сабақта сіз міндетті түрде госзакуп.kz сайтына кіріп, осы сайтпен толығырақ танысып шығыңыздар.